Сәлем көрермендерім. Аппетитті ашатын қызанақтан дайындалған жеңіл салат. Бірінші осындай 5 түйір қызанақ керек. Қызыл жуа, 3 түйір чеснок және кішкене ғана укроп қажет. Мен осындай банка аламын. Сіздер өздеріңіз қалаған ыдысқа салсаңыздар болады. Бірінші чеснок саламыз. Туралған қызыл жуаны саламыз. Туралған қызанағымыз саламыз. Барлығын бірінің үстіне бірін саламыз. Қайталап туралған заттарымызды осы банкіге толтырамыз. Бұл енді көбінесе шашлик дайындаған кезде осы салатты, жеңіл салатты дайындасаңыздар өте керемет. Бұны тек шашлик емес, барлық палау, ет тамақ, барлық тағамдармен қосып жеуге өте керемет, дәмі де керемет және аппетитті ашатын жеңіл салат. Бұны енді қоя тұрамыз. Енді тұздығын дайындаймыз. Зәйтүн майы 5 ас қасық зәйтүн майы, 1 ас қасық мед, 2 шай қасық лимон шырыны, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық базилик кептірілген, 1 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық қызыл бұрыш. Осының барлығын әбден араластырып аламыз. Осыны енді өзім банкіге үстіне құйып, банкіні шамалы шайқап жібересіздер араласу үшін. Және бұны 1 сағатқа салқын жерге қойып қоямыз. Жеңіл салатымыз дайын болды. Түсі де өте керемет, аппетитті ашатын. Енді осының дәмін көріп жіберейік. Дәмі өте керемет болыпты. Құрметті көрермендерім, осы салатты дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Көріскенше сау болыңыздар.